Сәлем достар, сіздермен Fortress of History каналы. Бүгінгі бейнебаянда біз Башкеевтер отбасы туралы айтамыз. Жайғасып, лайк басып, каналға жазылып отырыңыздар. Ондаша біз бастаймыз. Башкеевтер отбасының құпиясы кездейсоқ жағдайда белгілі болды. Жол жөндеушілер кездейсоқ біреудің телефонын тапқанынан басталды. Телефонның ішінде адам бөлшектермен суретке түскен азаматтың суреті табылды. Ол азаматтың есімі Дмитрий Башкеев екенін полиция қызметкерлері анықтады. Дмитрий және Наталья Башкеевтер ерлі-зайыптылар, Краснодар қаласының тұрғындары. Бұл ерлі-зайыптылар адам өлтіру мен адам жеу деген қылмыстық статьяға байланысты абақтыға түсті. Бұндай қылмысқа қарапайым отбасы қалай барды деген сұрақ туындайды. Наталья Башкеева одақ құрғаннан кейін біраз уақыт өте күйеуі қайтыс болады. Оны көтере алмаған Наталья ішімдікке салынып жұмысынан айырылды. Уақыт өте ол Дмитрийді кезіктірді. Дмитрий Натальядан 7 жас кіші болған. Дмитрийдің достары айтуы бойынша, Наталья Дмитрийге жаман әсерін тигізді. Дмитрий ынжық және жабық адамға айналды. Ол Натальяның сөзінен шықпады. Наталья ішімдігін қоймады. Және де мас күйінде Дмитрийге күн көрсетпеді. Олар екеуі Натальяның марқұм күйеуінен қалған пәтерде тұрды. Дмитрий жұмыс істеді. Үйдің, пәтердің ішкі жөнде жұмыстарын атқарды. Ақша тапты. Ал Наталья үйде болды, ішімдігін жалғастырды. Дмитрий кішкентай кезінде әке-шешесінен нашар тәрбие көрген. Оны кішкентай кезден ұрып-соғып жұмысқа салған. Сонда тәрбие көрген Дмитрий ынжық, өзі ойы жоқ, бұйрыққа бойсынатын адам болып өсті. Сондықтан соң Натальяның әр сөзіне ол бағынды. 2013 жылы Дмитрий мен Наталья тұрмыс құрды. Достары және туыстарының айтуы бойынша Наталья ашуланшақ және шатақ әйел болған айтады. Наталья аузына және де ісіне жауап бере алмайтын адам еді. Диманы боқтап та, соғып та қоятын. Ал Дмитрий болса мән бермейтін Наташаның сондай іс-әрекеттеріне. Екеуінде психологиялық ауытқы бар екенін психдиспансерде мәлімет берді. Наташа ішімдікке белгісіз дәрумендерді араластырып ішетін еді. Натальяға дейін Дмитрий сотталған еді. Ұрлық пен көлік тонау қылмыстық кодекс бойынша жауапқа тартылған болатын. Дмитрий де ішімдікке тәуелді болды. 2017 жыл 8 қыркүйекте екеуі қаланың сыртына барып табиғатта демалмақ болады. Олар өзімен бірге 35 жастағы Елена Вахрушева атты жаңа құрбысын ертті. Үшеуі ішімдікке салынып, Елена Дмитрийге қырындай бастады. Оны көрген Наталья Дмитрийге өлтір мынаны деп бұйрық берді. Натальяның бұйрықтарын орындап үйреніп қалған Дмитрий пышақты алып жөнелді. Жаңадан танысқан құрбысына, яғни Еленаның кеудесіне 2 рет пышақтады. Сол жерде қайтыс болған Еленаның мәйітін екеуі бөлшектеп, өздерім мен жартысын сол жерге көміп кетеді. Дмитрий Еленаның бөлшектеген кезде Еленаның денесінің бір бөлігімен суретке түскен. Екеуі түк болмағанда үйлеріне қайтады. Бірақ Дмитрийдің телефонын жол жөндеп жатқан жұмысшылар тауып алып, ішіндегі суреттерді көріп полицияға айтады. Күннен кейін Дмитрийді абақтыға алынды. Ол дененің бөлігін көшеде тауып алып, қызық үшін суретке түскенін айтты. Оның сөзіне сенбеген полиция қызметкерлері үйіне барып іздеу салады. Үйден шыққан етті экспертиза жасады.
Экспертизада адам еті екені дәлелденді. Пәтердің ауласында Еленаның басы табылған. Пәтердегі табылған бүкіл ет, банкадағы ет, консервадағы еттер де адам еті болған. Іздестіру барысында ерлі зайыптылар осығанға дейін 30-ға жуық адамды өз үйіне шақырып, ішімдікке снотворный араластырып, адамдардың жанын алып, етінен тамақ және консервировать етіп, қысқа жапқан деген тұжырымға келді. Көршілердің айтуы бойынша Натальяның бөлмесінен жаман иіс шығатын, бірақ бұл иісті Натальяның салақтығына жапқан. Сонымен Дмитрийді 12 жылға, ал Натальяны 10 жылға соттады. 2016 жылы Дмитрий қайтыс болды. Қайтыс болу себебі ол туберкулез және сахарный диабетпен ауырған еді.